Баршаңызға сәлем, Оп-оңай каналына қош келдіңіздер. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші, орыс тілін үйренуді сіздермен ары қарай жалғастырамыз. Алдағы видеоларды өткізіп алмау үшін міндетті түрде каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз винительный падеж. Кімді нені деген сұраққа жауап береді, қазақша табыс септігіне ұқсайды. Винительный падеж үш нәрсені білдіреді. Біріншісі тікелей объект, екіншісі бағыт, үшіншісі уақыт. Біріншіге тоқталайық. Тікелей объект сіз, яғни нақты нені ұстап тұрсыз, немесе нені көріп тұрсыз, немесе нені сезіп тұрсыз. Мысалы, я вижу кота. Мен мысықты көріп тұрмын. Мен кімді көріп тұрмын? Мысықты көріп тұрмын. Яғни тікелей объект, көзбен көріп тұрсыз. Екіншісі ол бағыт. Мысалы, сіз қайда бара жатырсыз? Я иду в школу. Мен мектепке бара жатырмын. Бұл жерде в және на сияқты предлогтар болады. Оны қазір сабақтың соңында өтеміз толығымен. Үшінші білдіретін нәрсесі бұл уақыт. Мысалы, дүйсенбі, бір аптадан кейін деген сияқты. В понедельник, через неделю. Тікелей объект кімді нені деген сұраққа жауап береді. Еске түсірсек, орыс тілінде үш түрлі род бар. Соның ең біріншісі женский родтан бастайық. Винительный падежге қою үшін женский родқа соңына жай ғана уды қоссақ, ол винительный падежге өзі айналады. Мысалы, мен маманы көріп тұрмын. Кімді көріп тұрмын? Я вижу маму. Яғни бұл жерде у әрпі ғана қосылып тұр. Екіншісі я вижу подругу. Мен құрбымды көріп тұрмын. Кімді көріп тұрмын? Подругамды көріп тұрмын. Кого я вижу? Я вижу подругу. Я вижу сестру. Мен әпкемді көріп тұрмын. Я вижу сумку. Сөмкені көріп тұрмын. Бұл а мен аяқталған жағдайда у қосылады. Енді келесі жағдайды қарастырайық, оң жақтағы. Егер сөзіміз я мен аяқталса, оған ю әрпін қосамыз. Мысалы, семья сөзі бұл отбасы ғой. Семья сөзі ядан аяқталып тұр, яға бітіп тұр. Бұл женский род. Сол үшін оған ю әрпі қосылады. Мысалы, я люблю свою семью. Сонда яға ю ғана қосылып тұр. Екіншісі я люблю свою тетю. Үшіншісі я написала песню. Орыс тілінде өзгермейтін сөздер болады. Мать, дочь, кровать, тетрадь, соль, боль. Бұл сөздер сол күйінде қалады. Мысалы, я люблю свою мать. Мен анамды жақсы көрем дейді. Кімді жақсы көрем? Свою мать. Яғни бұл сөздерге ешқандай әріп қосылмайды. Сол күйінде өзгермей қалады. Видеоны соңына дейін мұқият қарасаңыздар, бұл өте оңай. Женский род сонымен бітті, енді мужской родты қарастырайық. Білеміз, мужской род бізде үнемі дауыссыз әріптермен аяқталады. Егер мужской родта сөзіміз дауыссыз әріппен және де ол жанды нәрсе болса, оған а қосылады. Яғни тірі нәрсе болса. Мысалы, студент сөзін алайық, ол студент, тірі жан. Мысалы, мен студентті көріп тұрмын деп айтқымыз келсе, я вижу студента болады. Я позвал друга, а қосылып тұр. Не суди человека, а қосылып тұр. Енді мужской род үнемі дауыссызбен ғана аяқталмайды ғой, мягкий знакпен аяқталатын сөздер бар. Егер ұмытып қалған болсаңыздар, басындағы видеоларды қарап шығыңыздар, мужской родты ажырату үшін. Енді мягкий знакпен ажырататын сөздер келіп қалса, және ол жанды нәрсе болса, онда я әрпін қосамыз. Мысалы, гость сөзін алсақ, ол қонақ. Оған я әрпі қосылады. Давай обсудим гостя. Кел қонақты талқылаймыз. Кімді талқылаймыз? Қонақты. Гостя. Я қосылып тұр. Екіншісі поздравить учителя. Учитель сөзіне я қосылып тұр. Яғни апайды немесе оқытушыны құттықтау. Үшіншісі ищу водителя. Жүргізушіні іздеймін. Кімді іздеймін? Жүргізушіні. Үшіншісі писателя часто спрашивают. Жазушыны үнемі сұрайды дейді. Читателя надо подготовить. Бұл жерде де читатель мягкий знакқа аяқталып тұр, оған я қосылып тұр. Читателя надо подготовить. Ал егер сөзіміз и краткімен аяқталса және ол жанды нәрсе болатын болса, оған я қосылады. Мысалы, Андрей.
бұл жерде соңы икраткимен аяқталып тұр. Немесе герой, бұл жерде де икраткимен аяқталып тұр. Оған я қосады. Андрея ищут. Андрейді іздеп жатыр дейді. Кімді іздеп жатыр? Андрейді іздеп жатыр. Кого ищут? Андрея. Героя нужно выбирать. Кого нужно выбирать? Героя. Егер мягкий знакпен, икраткимен аяқталса, немесе дауыссызбен аяқталса, және де олар жансыз нәрсе болатын болса, оған еш нәрсе қосылмайды. Сол күйінше қалады. Мысалы, я вижу стол. Мен столды көріп тұрмын. Яғни стол сөзіне ешқандай жалғау қосылмайды. Сол күйінде қалады. Немесе я вижу карандаш. Бұл да дауыссызбен аяқталып тұр. Мужской род қой. Бірақ ол жансыз. Сондықтан еш нәрсе қосылмайды. Үшіншісі средний род. Бұл да өте оңай. Егер сөздің соңы е, о және де жансыз нәрсе болатын болса, ол өзгермейді, сол күйінде қалады. Мысалы, я купила молоко. Сол күйінде қалады. Еш нәрсе, ешқандай жалғау жалғанбайды. Тікелей объектіміз сонымен түсінікті болған болса, енді екінші нәрсе бұл бағытты білдіреді. Байқасаңыздар, көп жерде в, көп жерде на деген предлогтар қолданылады. Бірақ қайсысы қай жерде қолдану керектігін ұмытып қалсаңыз, онда біз оны алдыңғы видеода өткен болатынбыз. Сол видеоны бір рет қарап шығыңыз, осы сабақ сізге түсінікті болады. Винительный падежде бағыт куда, яғни қайда деген сұраққа жауап береді. Мысалдармен түсіндірейік. Айдана поставила книгу на полку. Бұл жерде на деген предлог қолданылып тұр. Неге на, неге в емес? Өйткені ол полканың үстінде болғандықтан оған на деген предлог қосылып тұр. Айдана поставила книгу на полку. Он едет в деревню. Деревня бұл женский род, я былайша қарағанда. Винительный падежге қойсақ, оған ю әрпі қосылады. Ал предлог в-ға келетін болсақ, ол машинаның ішінде болғандықтан оған в қосылады. Келесі мысал. Я поставила цветы в вазу. Бұл да сол. В, не үшін в? Өйткені ол бір нәрсенің ішінде, вазаның ішінде. Ал ваза сөзі бұл женский род, винительныйға қоятын болсақ, оған у әрпі қосылып вазу болады. Сонда я поставила цветы в вазу. Дети ходят в школу. Бұл да тура сол. Школа деген бұл мектеп, мектептің іші болғандықтан ол оған в деген предлог қосылады. Школа сөзін винительный падежге қойсақ, онда у әрпі қосылып школу болады. Сонда дети ходят в школу. Қандай да бір кеңістікпен қоршалып тұрған болса, немесе бір нәрсенің ішінде болса, қандай да бір елді мекенде, мемлекетте болсақ та, оған в деген предлог қосылады. Әйгерім прилетела в Москву. Ал на предлогын тек қана ашық жерде қолданамыз. Ешқандай шекара, жабық, кеңістік емес, ешқандай үй емес, ешқандай қоршалып тұрған нәрсе жоқ. Мысалы, я пошла на улицу, чтобы погулять. На бұл еш нәрсемен қоршалмаған көше болғандықтан оған на предлогы қосылып тұр. Батыр полетел отдыхать на юг. Бұл жерге де на қосылады. Шығыс, батыс, солтүстік, оңтүстік сияқты жерлер болса, олардың барлығына на деген предлогтар қосылады. Егер де іс-әрекеттің үстінде болсақ, оған на қосылады. Тіпті ол кеңістіктің ішінде орналасқан болса да, оны қандай да бір мекеме қоршап тұрса да, оған в емес на деп айтылады. Дамир каждый день ходит на работу. Дамир күнде жұмысқа барады. Келесі мысал, бұл да бір процестің үстінде болса, оған на қосылады. Дети пришли на урок. Ол балалар сабаққа келді дейді. Яғни олар мектептің ішінде орналасса да, олар процестің үстінде болғандықтан оларға на деген предлог қосылады. Ешқандай предлогқа бағынбайтын сөздер болады. Мысалы, на завод, на фабрику, на почту, на рынок, на вокзал, на станцию, на стадион, на родину, на кухню, на остров. Бұларға в деген предлогтар қолданбайды. Папа пришел домой. Он целый день был на работе. На работе, яғни қандай да бір процестің үстінде болды. Сондықтан да на работе. Бізде мынандай ерекше жағдайлар бар. Егер де судың ішінде болса, немесе көлдің, теңіздің ішінде болатын болса, яғни судың ішінде болса, оған в деген предлогты қолданамыз. Арман прыгнул в море. Арман теңізге секірді.
Ол секірді деген сөз ол судың ішінде деген сөз. Сондықтан да оған в предлогын қолданамыз. Енді мынаған екінші оң жаққа қараңыздар. Санжар приехал на море. Яғни Санжар теңізге келді дейді. Теңізге келді, бірақ ол судың ішінде емес. Сондықтан да оған на предлогын қосамыз. Келесі бұл винительный падеж, ол уақытты білдіреді. Осы уақытқа тоқталамыз. Ол когда, как долго деген сұраққа жауап береді. Когда вы посмотрели в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Қашан сіз көрдіңіз дейді. Дүйсенбі күні, сейсенбі күні деген сияқты. Апта күндерінде де байқасаңыздар женский, мужской және средний родтар бар. В среду, в пятницу, в субботу бұлардың барлығы женский род. Себебі олар аға аяқталып тұр. Среда, пятница, суббота дегендегі сөзден алынған. Мысалы, в пятницу у Батыра будет экзамен по физике. Жұма күні Батырда физика пәнінен экзамен болады дейді. В пятницу бұл пятница сөзі бұл женский род, атау септігі. Оны винительный падежге қоятын болсақ, онда ол у әрпі қосылады. В пятницу болып есептелінеді. В пятницу у Батыра будет экзамен по физике. Қашан деген сұраққа жауап берсек, мужской родта в прошлый понедельник. Өткен дүйсенбі. В этот понедельник. Осы дүйсенбі. В следующий понедельник. Келесі дүйсенбі. Ал женский родта ол басқаша. В прошлый болмайды. В прошлую среду, в эту среду. Ал средний родта в прошлое воскресенье, в это воскресенье, в следующее воскресенье. Енді қаншалықты уақытта істегенін білдіретін сөздерді қарастырамыз. Как долго ты делал? Целый понедельник, весь понедельник, целый вторник, весь вторник, целую среду, всю среду, целый четверг, весь четверг, целую пятницу, всю пятницу, целую субботу, всю субботу, целое воскресенье, все воскресенье. Қазақшаға аударғанда бүкіл дүйсенбі күні мысалы бір нәрсені істедім, яғни күні бойы деген сияқты. Және назар аударсаңыздар, целый сөзі среда, пятница, суббота да өзгеріп тұр. Целую болып тұр. Себебі қасындағы сөзі қай родқа жатады, соған қарай ол да ауысады. Весь вторник Арман решал задачи. Бүкіл сейсенбі күні Арман өзінің жұмыстарын шешті. Өзінің мәселелерін шешті. Весь вторник, яғни күні бойы деген мағынасында. Целый және весь сөздері тек қана апта күндерінде ғана қолданылып қоймайды. Сонымен қатар целый месяц, целый день, целый час, целый год сөздерінде қолданылады. Мысалы, целый день деген бұл күні бойы деген. Ал ночь және неделя сөздері бұлар женский род. Сондықтан да целую ночь, целую неделю болып есептелінеді. Яғни қай родқа жатады, соған қарай сөзіңіз де өзгереді.